Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздерге томаттың ішінде қызанақты маринадтаудың рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін көріп, маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен балғын қызанақтарымызды суық суда жуып, тазалап аламыз. Оның 1/3 бөлігін бөлек алып қоямыз, ал қалғанын майда бөлектерге бөліп, ет тартқыштан өткіземіз. Дайын болған массамызды газға қойып, оған дәмдеуіштерді өз қалауыңызша қосасыз. Бізге керек болған дәмдеуіштер қара бұрыш, лавр жапырағы, тұз, қант, сұйық май, укроп. Барлық дәмдеуіштерді қосып араластырамыз. Қазанымыз қайнап шыққанға дейін қалған қызанақтарды дайындаймыз. Ең алдымен осылай қызанақтарды кесіп шығамыз және үстінен қайнаған су құямыз және 5 минутқа қалдырамыз. 5 минуттан кейін помидорлардың сыртын оңай ғана тазалап аламыз. Қалған қызанақтарымызды да дәл осылай сыртқы қабығынан ажыратып шығамыз. Міне қазанымыз да қайнап шықты. Қайнап тұрған қазанымыздың үстіне тазаланған қызанақтарымыздың барлығын салып, тағы 20 минуттай қайнатамыз. Ең соңында сарымсақты үккіштен өткізіп қосамыз және 5 минут қайнатқан соң газды өшіріп, барлығын банкаға құйып жабамыз. Міне осындай ерекше ұсылда жабылған томатымыз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды және сіздерге бір лайфхакпен бөліскім келіп тұр. Салаттар және тұздалған өнімдерді банкаға жабарда осындай іші күлгін түсті қақпақтармен жапқанды кеңес беремін. Өйткені іші сары түсті қақпақтар жай ғана тосаптарды жабуға арналған. Видео ұнаған болса, лайк басып, комментарий бөлімінде өз пікіріңізді қалдырыңыз. Сіздермен болған тәтті рецептер каналы.